Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің әңгімелерімді тыңдап, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі оқитын әңгімем жігітімнің әкесінен жүкті болдым. Сені бекер тудым, өліп қалуың керек еді. Өмірімді құрттың, ал басты сормаңдай деп ішімдікке тойып алып жылаған анамның әңгімесіне етім үйреніп кеткен. Бұл мен үшін таңсық емес. Әдеттегі кеш, қап-қараңғы түн, пеш жанында жылу іздеп бүрсең қаққан мен. Есіктің ар жағынан шыққан бөтелкенің шылдыр дауысы бұл кештің бастауы екенін білдіреді. Бастапқыда үркіп жүрегім зырқ ете қалатын. Қазір жай ғана үнсіз отыра беремін. Бәрі қайталана береді. Менде талай рет маскүнем анамнан таяқ жеп, артынша жылап еңіреп құшағына алатын жалғыз осы анам ғана. Ішімдік ішпесе анам мейірімді. Күні бойы кешірім сұрап, көгерген жерімді сүйіп еркелетеді. Балам, мен жындымын ғой, мен сені жақсы көрем, дейді. Сол сәтте менің жүрегім босап кетеді, жылағым келеді. Бірақ көз жасым да таусылған. Талай рет мені балалар үйіне өткізгісі келді, бірақ мен жылап бармадым. Анамның аяғына жалынып, аш болсам да анамның қасынан кетпедім. Мен кетсем анам әлде қашан өмірден өтер еді. Ал мен жетім қалар едім. Талай рет балалар қорғау үйімі келді. Олар да ана ғой. Мен сонда мектеп оқушысы болсам да оларға жалынып, мені әкетпеңіздерші. Мен кетсем анам өліп қалады. Анам өлсе, мен де өз-өзіме қол жұмсап өлемін. Жалынып сұраймын, мені әкетпеңіздерші деп, аянышты түріммен талай рет ол жаққа бармадым. Менің өмірім анамның көз жасынан басталған. Анамның ішімдікке салынуы жай ғана жаман әдет емес. Ол тағдырдан алынған терең жараның салдары. Бұл оқиғаны күніге естіп өскенмен енді сіздермен бөліспекпін. Себебі мен зорлықпен дүниеге келген қызбын. Барлығы баяғыдан анамның балалық шағынан басталады. Анам ауылда қарапайым отбасында өсті. 3 ағасы мен 2 сіңілісі бар. Ата мен әжем көпшіліктен ерек емес, момын, еңбекқор жандар еді. Олар көршілермен жақын араласатын. Анам кішкентай кезінде көрші үйдің баласына бесі құда болып қойылған екен. 2 отбасы сол кезде-ақ екеуін бір-біріне лайық көреді. Уақыт өте анам бой жетіп көршінің баласына есейеді. Тағдырдың бір ғажабы ма, әлде шынайы махаббат па, екеуі шынымен бір-бірін сүйіп қалып жасырын кездесе бастайды. Анам бұл жайлы көп айтатын. Ағаларым қатты қатаң еді, сондықтан талай рет жасырынып кездесуге шыққанмын деп. Күлімсірей, бірақ жанарында мұң қалатын. Ол жігіт анамның алғашқы махаббаты болған. Көңілдерінде үміт пен арман болатын. Бірақ өмір бәрін басқаша шешті. Олардың бақытты болуына бір жағдай кедергі болды. Көрші жігіт пен менің анам 9-шы сыныптан бастап бір-бірлеріне ғашық болып, ата-аналары да біліп қуанған екен. Олар сондай бақытты болған. 11-ші сыныпты бітірген бойда үйленеміз деп уәделескен. Бірақ өмір ғой, адамның емес, Алланың дегені болады демекші. 11-ші сыныпты әне-міне бітіремін деп отырғанда қайғылы жағдай орын алды. Менің нағашы әжем мен атам жол апатына ұшырап, байғұс әжем марқұм болса да, атам мүгедек арбаға таңылып жарымжан кісі болды. Анам әрине қатты қиналып, жалғыз өзі әкесінің барлық жағдайын жасап, сіңілдеріне қамқор болған екен. Ұлының жаназасына шыдай алмаған байғұс әкесінің қан қысымы көтеріліп, тірі көміліп, құлағы естуден аяқ-қолы тартылып, тіптен нашарлап кетті. Отбасын асырау үшін 2 ағасы бар тірлікті менің анама тапсырып, қалаға жұмысқа кетті. 1 ай сайын үйге 2 ағасы кезекпен келіп, ақша келіп тұрды. Ол кезде қолма-қол ақша ұстайтын заман еді. Ауылдың магазинінен 1 айға дейін қарызға зат алып отыратын. Ол аздай ара-тұра әкесі де ауырып скориймен қалаға жиі барып келіп жүрген бойжеткен. Ол менің анам еді. Ең өкініштісі, мектеп бітіруіне 2 ай қалғанда маған жүкті болды.
март айы болатын. Әкесінің ұстамасы ұстап, скориймен жедел қалаға жеткізіп, ауылға қайтарда скорийдің көлігі бұзылып, ертең қайтатын болған. Содан ауылдың автобусын іздеген, ол да кетіп қалыпты. Ауылда қалған сіңілдеріне алаңдаған бойжеткен не істерін білмей тұрғанда, көрші аға, яғни ғашығының әкесі көріп қалып: «О, Ажар, ауылға қайтасың ба? Әкең қалай, жақсы ма?» деп жағдай сұрасып кетті. Сол күні әлгі көрші аға әдейілеп кеш қайтуды арнайы жоспарлап жұмыстарымен жүріп алған. Кеш бата әзер дегенде ғана қаладан ауылға қарай көлігін бұрып жүре бастады. Ауыл мен қаланың арасы 1 сағаттық жер. Ауылға қарай жүргенде 20 минут болғанда көлік басқа жаққа қарай жүре бастады. Басында ешқандай арам ойы болмаған Ажар алаңсыз отыра берді. Көлік тоқтап, өз әкесімен құрдас жігіттің әкесі, болашақ қайнатасы: «Ажар, көліктен түсе тұршы, көліктің артқы баллоны жарылып кеткен, артқы жағын жөндеп алайын я» деп көліктен алдап түсіреді. Көліктен түскен жас қызды әлгі сұмырай аймалап, аузын күректей қолымен басып, сол жерде өз қалағанын жасап, бір жерінің айызы қанғанша жас қызды әбден пайдаланып, ешкімге айта алмайсың, егер бұл шындықты айтсаң, 2 сіңілің де осындай азап шектіремін деп қорқытқан екен. Болашақ келінім деп бесікте құда болған Ажарды аяусыз қорлаған ол көрші еркектің бір сәттік ләззаты өмір бойына дақ мен қара бақ болған ол мен едім. Менің туған әкем адам деуге келмейтін айуан еді. Сол бір сәттен қорлықтан анам мені көтерген. Жас болғасын ештеңе білмеген де болу керек. Әлде қайғырамын деп маған жүкті екен, мүлдем сезбеген бе екен? Анам басындағы ауыр оқиғасын ешкімге айта алмаған. Мектеп бітірсе де, анам ғашығына берген уәдесін орындамады. Әкесінің жағдайы мен өзінің қорланғанына іштей мүжіліп жүргенде 6 ай өте шыққан. Осы уақытқа дейін ішінің үлкейгенін байқамай жүре берген екен. Бірақ аздап ішім ауырды деп ауылдың емханасына барып анализ тапсырғанда анықталып, ол өсекті бүкіл ауыл естиді. Сонда ешқандай ақиқатты білмеген ауыл әйелдері Ажар туралы: «Ой, албасты жап-жас болып еркекпен жатуды білгенше мүгедек әкесіне қараса қайтеді екен. Әй дейтін әжесі жоқ, неғылсын тосын». Көрші жігітті шақырып алып, түнін солай өткізгенде әйтеуір бітпейтін өсек. Ажардың ағалары да бұл жағдайды естіп, түгін қоймай ұрсып, көрші жігіттің үйіне барып: «Неге қарындасымды бүлдіріп қойдың?» деп жағадан алды. Сол кезде ғана Ажардың ғашығы өз құлағына сенбей: «Мен еш уақытта Ажарға тиіспедім, бала менен емес» деп шындықты айтып ақталады. Көз жасына ерік берген Ажар ағаларына жігіттің әкесін қолмен көрсетіп: «Мені қорлады, баланың әкесі осы» деп шындықты айтса да ешкім сенбеген. Сасқан үйрек артымен жүзеді демекші жігіттің әкесі: «Мына қыз маған жала жауып тұр, ұятсыз, ұялмайсың ба? Өз баламмен жасты қызға олай жасайтын ардан безген жан мен емес» деп айқайлап қуып шыққан. Солай анам өз үйінде ағалары мен жеңгелерінен қорлық көріп мені босанады. Нағашы атам да анам босанған жылы қайтыс болған. Екінші ағам үйленіп, анам жеңгелі болады. Бірақ ол жеңгесі ол үйге сыйдырмай, анам мені алып қалаға келеді. Анамның кіші ағасы көмектесіп пәтер жалдап берген екен. Анам ішімдік ішуді тойханада жұмыс істеп жүргенде бастады. Көрші әйелдер, анам секілді жалғыз бастылар, сол әйелдер анамды құртты. Жұмыстан келгенде 100 грамм деп соңы маскүнем болды. Енді сол күйі алкаш болып кетті. Бірақ осы бір арақ анамның өмірін құртқанмен қоймай, бауырлары да безді. Маскүнем бауырын тастап кетті бәрі. Иә, алкаш адам еш жерге сыймайды. Бұрын қол ұшын кішкене болса да созатын бауырлары тек қанша жыл өтсе де іздеп келмеді. Тек маскүнем анам маған ғана керек. 1000 жерден маскүнем болса да қатты жақсы көремін. Осы анам үшін тұрмысқа да шықпадым. Бар өмірім маскүнем анаммен арпалысумен өтуде.
менің тағдырым осы шығар. Тағдырыма көндім.